деген ойым бар. Ол інімді 4 жасында алдап солып осы Өскемендегі балалар үйіне қалдырдым. Өзімнің қазір Алматыдағы университетте оқимын. Міне, биыл директор болғаныма табаны күректей 15 жыл болды. Осы орман орталығындағы лагерь, бәрі балалар үйінің қазынасы, драма, би, тағы басқа өнерге баулайтын үйірмелер бар. Жә, оның бәрін бүгін ертең көріп жатарсыз. Осы балалар үйінен жайлы бір қонақжай үй бар. Шағын да болса өте жайлы. Ініңізді қасыңызға алып жер тарқатып ақылы ақылыңызға аямаңыз. Лидочка, Эльжбета Сергеевнаны шақыра қойшы. Виктория Ивановна, мені шақырдыңыз ба? Иә, ініңіздің аты жөні кім? Ой, кешіріңіздер, ойға шомылып кетіппін. Менің інімнің аты Төрекелдиев Қали. Ешқам жемеңіз. Күнде көріп жүрген үйреншікті жағдай. Алайда қанша ойлансам да, Төрекелдиев Қали деген фамилияда ешкімді есіме түсіре алар емеспін. 8-ші сыныпта Төрекелдиев Қали деген спортсмен бала бар. Оны өзіңіз білесіз, Виктория Ивановна. Иә, ондай қателіктер Төрекелдиев деген секілді ұзын фамилияларда қате кетеді. Бұл кісінің Қалиға бара қойды, тек байқа. Жоқ, менің жаттығуым керек, менің спортым бар. Алыстағы ағам спорттан артық болғаны ма, сені күтіп қалған шығар. Жүр. Жарайды. О, бауырым, қалайсың? Здравствуйте, дяденька. Как живете? Жүр, отырайық. Биыл 8-десің бе? Иә, 8-демін. Ішер ас, киер киім, жатар орын тоқ бар. Жоқ, не дегеніңіз? Ауыл есіңде шығар, Көкем, Қаратау, Жайлау, есіңде ме? Біз сені әкем соғыстан келгеннен кейін контузия алып келді. Бір жесір әйел тауып береме десек, өзі қайта ауруханадан шықпай қойды. Ал анамызды қылтамақ алып кетті. Мен Алматыдағы интернатта оқыдым. Әр демалысында келген сайын сенің жайлықтарды жуып беретінмін. Енді бір күні осы сені күзде алып келген кезімізде сен қатты пора жылаған болатынсың. Менің атымды атай алмай, манапты мака дейтінсің. Мен саған компьютерді қалдырып, келесі күзде келеміз, алып кетеміз, қорықпа деген кезімізде мені құшақтап, Мака, сен алып кел компьютерді, сен алып кел, сен мені алып кет деп айқайлаған жылаған есімде ме? Айтпақшы, мен саған алған бір сыйлығым бар еді. Кеше жұмыс отрядына барғанмын. Міне, 46 киіп дәлеп көріп. 48 болмаса 46 маған тар. Одан да жанымда жатқан елдар досыма берейін, бойы тәштік. Ренжімесеңіз сіздің атыңыздан сыйлайын. Жарайды. Ал, Ренжімесеңіз сағат неше болды? Бес минут. Менің жаттығуыма баруым керек. Уақытта оқысам жарыстан ұтылғаным. Жарайды, сау бол. Ей, Сұлтан, ұмытып бара жатырсың. Сіз бүгін қонасыз ба? Жоқ, қазір кешкісін поездбен қайтып кетемін. Келесі